Құрметті автосерком авторын автор YouTube каналы сіздермен бірге қараңыз. Мен қазір Алматы қаласындағы Барыс автокөлік базарындамын. Бүгін жұмыс күні емес, бүгін үшінші күн. Іштегі бар автокөліктерді түсіріп, сіздерге салыстырмалы түрде көрсеттім. Толық осы видеоны қарап, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып, комментарий қалдырып, лайк басып қолдау жіберіңіздер. Алла қаласа, сенбі жексенбі күндері осы автобазарға келіп, қандай автокөліктер бар екенін, қандай бағада, жалпы салыстырмалы түрде қарайтын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыз. Кеше бір статьяны оқып қалдым. Ол жерде бүйтіп жазған екен. Егерде училище сбор түсетін болса дейді, бізге ешқандай пайда жоқ. Жаңағы сырттан кіретін машиналардың бағасын көтеріп тастайды дейді. Енді ол қаншалықты бір жағынан дұрыс екенін өз ойыңыз жаза кетіңіз. Ешкімге қазір енді гарантия бермейді ғой. Бір жағынан ойласаң болды. Енді училище сбордың бағасы төмендетсе, дәл қазір сіз машина алатын ақшаңыз бар ма? Мысалға, кіретін автокөліктер қазір шетелден кіріп жатырған. Егер училище сбор төлемейтін жағдайда кеше 2014-тің элантралары кіріп жатыр 2 миллион 200-ге де. Енді қараңыз, осындай бағамен бізге кіретін болса, біздің автопарк өте жаңарып болатын еді. 2 миллион 200-ге деген 2014-тің элантрасын мініп жүретін болса, халыққа да өте жақсы емес пе да? Біз қазір 30 жыл болған автокөліктерді қазір мен сізге көрсетемін, бағасын қараңыз. Мынау Мерседес өзінікін жүріп тастаған 95 жылғы Мерседес, сірә 98 екен, 2-4 автомат, бензин дейді, задний привод, 4 миллион бағасы, 707, 484, 44, 14. Мінекі 98 жылғы автокөлік. Одан бері қанша жыл бағасы 4 миллион. Ал бізге кіріп жатырған шетелдік автокөлік 2 миллион 200-ге кіріп жатыр. Өзіңіз ойлаңызшы, 2014 жылғы автокөлікті 2 миллион 200-ге. Жалпы училище сбор қанша болу керек сонда? Енді ол автокөлікті қазір қазақ қылам дегенше 4 миллион ақшан кететін болса, ол 6 миллион бірдеңеге түседі. Ол 6 миллион сіздің қалтаңызда бар ма, жоқ кредитке аласыз ба? Соны маған мен вообще түсініксіз да. Өз ойыңыз жазыңызшы. Мына бір 45-ті көрсетейін бағасын. 6 миллион 800 дейді. 2006 оригинал 2-4 дейді. 40-тық екен. 3-7-292-05-05. Ал 6 миллион 800-ге. 2006 жылғы көлікті аласың ба? Жоқ әлде 2014 жылғы көлікті 2 миллион 200-ге аласың ба? Құрметті өкімет басындағы біздің бастықтар осы көріп өздеріңіз шешім шығарсаңыздар екен да. Авто из Кореи дейді, 2012 9 миллион 700 дейді. 9 миллион 700, 3-7-292-05-05. Елулік. Салыстырмалы түрде камриларды көрсетіп кетейін қазір. Бізде Optima болу керек те, Kia. Kia Optima родной краска, объем 2-лік, Донус дейді, 2018 бағасын жазбаған екен. Мына жерде көрінетін болса мен. Жаңағы мінеки вина 747, 189, 71, 46. Kia Optima бағасы жоқ. Телефон хабарласам десеңіздер. Мына бір 30-дық не дейді екен, сұрайық. 2004 так 35-дік дейді, 6-лық V6 дейді. Ой, бағасын айтайын ба? 7 миллион 300 дейді. Кожный салон. 3-тік объеммен 702, 771, 17, 71.
7 миллион 300. Енді қазір кіріп жатырған автокөліктердің мен қазір тағы бір Мерседес баратын болса, так, бұл енді немістердің автокөлігі Туарек 6 миллион 800 дейді. 778 307 0705 дейді. 36 2006 дейді. Туарек. Марс Лупар 98 4 миллион 600 дейді. 701 406 08 92 2-де 3 қозғалтқышпен 4 миллион 600. Міне Грузиядан көлік әкелетіндер, көлік алдыратын болсаңдар, мінекей мынау бізге көп кірген көліктердің бірі осы. Неге деген 98-дің продасы болу керек. 99 екен, 2-де 7. Бағасын жазбаған екен, велюр салон дейді. 707 668 83 83 деген нөмірге хабарлассаңыз, осындай Прада бар екен 99 жылғы. Жалпы енді қазір өздеріңіз байқап жатырсыз, бұл утиль алыммен Санжар Боқаев емес, барлық жаңағы 50 мың адам енді оны жаңағы тоқтатпайтын болса, одан да ары қарай кететін бейді бәлкім. Енді ол утиль алымдың қаншалықтыға оны алып тастайтыны бізге белгісіз. Менің ойымша бұл жерде бағасын түсіру әбден мүмкін. Бір қолайлы бағаға қою мүмкін де, мүлдем алып тастайды дегенге өзім сенбеймін. Егер ондай жағдай болып жатқан кезде, біздің даже тіпті енді өздеріңіз білесіздер, жалпы спецтехника дейді ғой, соларды кіргізу өте қымбатқа, 9 миллионнан жоғары болып тұр. Оларға тіпті қиындау. Аграр дейді ғой біздің енді өнімдеріміз. Хайландер бар екен. Харьер ма бұл? Так. Бұл бізде Хайландер бұл керек те. Хайландер 6 миллион 700 дейді. 2002 ес варианты деп жазған екен. Родной пробег, родной 100% дейді. Расход 10-12 деп жазған екен. 700 130 02 03 6 миллион 700. 2002 жылғы көлік. Осындай. На Камри 25-тік 20-лық ба. Көрейік бағасын қанша деп отыр екен. Пробег родной деп жазған екен. 2-лік Пригонан дейді. 2-де 2 20 екен ғой. 3 миллион 500 дейді. 771 142 76 85. Автомат велюр. 3 миллион 500 мінекей. Осындай автокөлікті. Бұл 97 жылғы автокөлік. 3 миллион 500. Ал бізге кеше кіргізген Элантраның бағасы 2 миллион 200 2014 жылғы. Өзіңіз ойлаңызшы, одан бері 20 жыл. Сонда біздің автопромға егерде сол көлікті 1 миллион теңгемен жаңағы барлығы утиль, первичка, бүкіл регистрациясы сондай болатын болса, ол 3 миллион жарымға түсетін болса, қандай керемет болатын еді, е? Или 3 миллион жарымға осындай 97 жылғы автокөлік, білмеймін енді. Енді айтып жатыр ғой, елдің 47% ескі автокөлікпен жүреді деп 20 жылдан асқан. Оны өздеріңіз есептей бересіздер. Бізде статистика 2022 жыл статистика бойынша 5 миллионнан аса автокөлік бар екен Қазақстанда.
Мен ойлаймын қазір бір үйде 2 көліктен болса 5 миллион емес, бір 15 миллион автокөлік бар шығар. Соның бір біразы енді жоқ дегенде 8-9 миллионы осы ескі автокөліктерге жатады деп ойлаймын. Так, 3 миллион 700 деп жазған екен, RAV4 98-97 дейді. 701, 177, 77, 80 дейді. Ал, екілік автомат. Нөмірін айттым, 3 миллион 700. Кімге қызық болатын болса, мінекей. Биіктеу автокөлік іздеп жүрсеңдер. Мына лопарды бұл лопарды айтып кеттім мен. Мына RAV4 айтайын. 97 ABM екілік, 4 миллион 100 дейді. 37, 717, 29. Торг деп жазып қойған екен. Биіктеу автокөлік іздесеңіздер. Ол бізде Volkswagen Polo. Polo 21, 16, 52 мың пробегпен дейді, скидка дейді. 6 миллион 900 деп жазған екен. 37, 717, 29 деген нөмірге хабарлассаңдар болады. Polo кімге қызық болатын болса. Мынау бізде Mercedes AML 3-2, 98, 3-2 автомат 4 миллион 600, 37, 717, 29 торг деп жазып қойған екен. Келесі Highlander 2003 бекен. 2002, 3-тік 7 миллион 100 бағасы, 37, 717, 29 торг деп жазған екен. Бұл автокөліктердің барлығы бір адамның автокөлігі. Сатылымға қойған. Бағасын естідіңіздер, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мына бір 30-лықтың бағасын көріп жіберейік, аппақ әдемі түсті екен. Так, Toyota Camry 2003, 2.4 автомат 5 миллион 100 торг деп жазған екен. 37, 555, 1151 деген телефон нөмірі қалдырған екен. Осындай аппақ түсті. 30-лық. Мына бір десятка. Енді бұларға енді біраз жыл болып сады ғой, 93 жыл екен. Camry 3-тік 2 миллион 950 деп жазған екен бағасын. Енді 31 жыл болған автокөлікке 2 миллион 900-не қараңыз. Біздің автопром дейді бе, қалай не десек болады екен. Volkswagen'де 30 жылдың ар жағы, бер жағы 92 жыл екен. Родной 1.8 моно механика дейді. Газ бензин 2 миллион 3. Ассалаумағалейкум. Так, құрметті көрермен, сіздер үшін осы Алматыға келдім. Осы Алматының базарын түсірейін, Алматыны көрейік. Қандай автокөліктер бар, қалай бағада, бәрін қараймыз. Сонымен қатар менде жақсы жаңалық болады. Күтіңіздер, Алла қаласа. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, қолдап комментарий жазып жіберіңіздер. Сіздермен Авторынок Ақтау YouTube каналы.